Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен классикалық винегреттің рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: квашеный капуста, консервированный горох, қызылша, картоп, сәбіз және қара бұрыш. Суға піскен қызылшамызды видеода көрсеткендей 4 бұрышты қылып турап аламыз. Туралған қызылшамызды арнайы ыдысқа саламыз. Сонымен қатар картопымызды, сәбізімізді 4 бұрышты қылып турап аламыз. Барлық туралған көкөністерді ыдысымызға салып шығамыз. Достар, осындай квашеный капустамен қосылған винегреттің дәмі өте ерекше болады. Үстінен мына горохты салып шығамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, кішкене ғана тұз саламыз. Мен пиязды алдын ала майға қуырып алдым. Қуырылған пиязымызды осы салаттың үстіне салып шығамыз. Енді жақсылап барлық ингредиенттерді араластырамыз. Достар, мен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет. Ішінде көптеген ағзаға пайдалы витаминдер бар. Сізге рецепт ұнаса, каналыма жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.